Казгуде кафедра бар дедіңіз, иә? Қиыр Шығыс кафедрасы деп айта алады ма? Жапонтанушылар көп па жалпы біздің елде? Біз оқыған кезде потокта 40 студент болған. 6 жапондық жүрді бізде. Көп сабақтардан сол жапондықтар өздері берді. Ағылшын тілі біле ме олар? Жоқ. Орыс тілі? Жестермен түсіндіреді. Білмейді. Орыс тілін де білмейді, қазақ тілін де білмейді. Жестермен түсіреді, мысалы отты жағады да көрсетеді хи деп. Отты дегеніміз хи ма? Жапон тілінен. Сөйтіп көрсетеді. Мураучи деген сенсей болды, Хигучи сенсей, Игуса сенсей, Окамото сенсей. Сол кісілердің бәрі бізде жүріп оқытты. Бірақ бізге сол біз түскен жылы бітірген түлектер сабақ берді. Қазір сол кісілер менің әріптестерім. Айтады өздері. Университетті бітірдім, дипломымды алдым. Сендердің топтарыңа кіргізіп жіберді ғой деп. Сол кісілер қазір әріптестеріміз біздің. Жапония туралы көп сұрақ қойылатын шығар жүрген жеріңізде. Экономикасына қызығатындар бар, мәдениетіне қызығатындар бар. Көбінесе таза именно Японияға барып көргісі келетіндер, Жапонияның мына дамыған мемлекет ретінде, Жапонияда анандай екен ғой, мынандай екен ғой деп көп ертегілер сұрайды. Бірақ негізі шындыққа ұласпайтын нелер де көбейіп кеткен қазір. Әңгімелер де көбейіп кеткен. Бүгінгі енді бағдарламада сол әңгімелердің көбіне нүкте қоямыз. Жапония туралы көп сұрақ болады. Бұйырса дайынсыз ғой? Дайынмын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Жаңа сананың жаңа хабары эфирде. Бүгінгі бағдарламамыз ерекше болады, өйткені біздің студиямызға ерекше қонақ келіп жайғасты. Шынар Тұрғанбекқызы, жапон танушы, PhD доктор. Аман есенсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсы, жаңа рахмет. енді хабар басталмай жатып әңгімелесіп жатырмыз ғой, Жапонияға туралы көп сауал қойылатын шығар деп. Бүгін солардың бір нүктесін қойсақ, Жапония жайлы, жалпы Жапон мәдениеті мен қазақ мәдениетінің, руханиятының бір ұқсастықтарын, артықшылықтарын әңгімелесек деген ойымыз бар. Сіз осы саланың бакалавр, магистр және докторантурасын бітірдіңіз. Мамандық қалай аталады? Шығыстанушы деп аталады. Енді мен бакалавр мамандығына түскен кезде, ол кезде бакалавр деп айтпайтын. Мен 1998 жылы түскенмін Қазақ ұлттық университетінің шығыстану факультетіне. Ол кезде тек қана шығыстану деген мамандық болатын болды. Бәріміз бітіріп шығатынбыз. Сол шығысты зерттеушілер, шығыс елдерінің ол жерде 8 тіл оқытылады. Жаңа соның ішінде жапон тілі бөліміне түстім. Сол именно сол Жапонияның тілі, діні, мәдениеті, тарихы, экономикасы, саясаты таза сол бір елді зерттеп шығамыз. Енді біздің мамандықта сол дипломаттар, сыртқы істер министрліктерінде жұмыс істейсіңдер деп біз түсетін кезде сөйтіп түсіндірген. Содан кейін магистратураға түскен кезде біз енді 3-ші курс болғанда бізді тарихшылар және тілшілер деп екіге бөледі. Тарихшылар деген ол именно жаңағы дініне, мәдениетіне көбірек кетеді. Ал тілшілер таза жапон тілі. Сонымен тілді таңдадым. Жапон тілі именно шетел филологиясы бойынша бітіріп шықтым. Ал қазір біздің факультетте, шығыстану факультетінде сол шығыстану мамандығын 3-ке бөлген. Аудармасы мамандығы, шетел филологиясы мамандығы және шығыстану мамандығы. Соны студенттер түседі да, сол 3 мамандықтың біреуін таңдайды. Сол бойынша оқып шығады. Керемет, түсінікті. Енді магистратура кезінде уже мен шетел филологиясын оқыдым, ал докторантура кезінде уже шетел филологиясын бакалаврда да, магистратура кезінде де оқып, зерттеп болғаннан кейін докторантураға түскен кезде именно осы мәдениетін, дәстүрін зерттейін деген оймен осы шығыстану мамандығына түстім. Мамандық шығыстану. Әрі тілінде үйрендіңіз, мәдениетінде бір кісідей аңғардыңыз. Қай жылы ең алғаш Жапонияға бардыңыз? 2006 жылы. Ал ең соңғы рет барғаныңыз? Былтырғы жылы, апрельде. 2006 мен 25 арасында 19 жыл уақыт бар екен. 19 жылда Жапония қалай өзгеріпті? Жапония енді мен ең бірінші 2006 жылы барған кезде мен мүлдем маған біздің елімізде жоқ нәрселер көзіме көрінді. Мысалы, қазір бізде мына автоматтар бар ғой? Автоматтан заттар сатып алу. Ол кезде біздің елімізде мүлдем жоқ. Жидохан байки деп аталады. Кез келген затты автоматтан сатып алып іше бересің. Мысалы, кофе, чай дегендер. Енді қазір таңсық емес, бірақ маған сол кезде ең бірінші сол таң қалдырған. Одан кейін қазір енді біздің елімізбен салыстырғанда Жапония енді бір 50 жылға озып кеткен сияқты. Солай ма? Әлі де бізге жетпей жатқан дүниелері баршылық. Жетпей жатқан дүниелері баршылық. Өйткені жолының жаңағы түзулігін, тегістігін біз бірінші очередь соны байқаймыз ғой. Өзіміз көлік жүргізетін болғаннан кейін ба, жолдың тегістігі, сосын ол жерде машина көп жоқ.
көбінесе адамдар жаңағы транспорттарды қолданады, қоғамдық қоғамдық көліктерде жүреді. көліктерді пайдаланады, велосипедпен көп жүреді, көп жаяу жүреді, сол үшін машина көп жоқ, кептеліс көп жоқ. Бірақ адамдардың мәдениеттілігі соншалық, бірін біріне жол беру, бірін біріне кезек беру, кезекке тұру мәдениеті. Менде бір күлкілі жағдай болған 2006 жылы сол бірінші рет барған кезде метроны күтіп тұрмыз ғой, енді жердің астына түсіп метроны күтіп тұрмыз, и адамдардың бәрі бір қатарда тұр да. Сосын мен жаңағы расписаниясын қарасам, менің жаңағы метром келетін уақыт. Содан мен бардым да, адамдар қаз-қатар тұр, мен солардың қасына барып тұра қалдым. Сөйтсем, оң жақтан адамдар кіреді екен, сол жақтан түседі екен. Қоғамдық көліктерінде көп пайдаланады, иә, білуімізше. Өте көп қолданады. Сосын велосипед. Мен негізі велосипед теуіп көрмегем. Сол жаққа барып үйреніп велосипед теуіп. Өйткені велосипедпен жүру ыңғайлы да. Ол енді адамдардың денсаулығына да пайдалы, и бір жерге баруда адамдарға ыңғайлы. Сосын жаңағы көлік уақытқа құрметті айтып жаттым ғой, уақытқа құрмет деген, мысалы үшін сол жерде 1 минут электричество дейміз ғой, жаңағы метроның кешігіп келгені үшін жаңағы көлік министрі деп айтамыз ба, сол кісі публично жаңағы нелерге шығып халықтан кешірім сұраған. Оларда мысалы үшін міне сағат 11-ден 3 минут кеткенде электричество келетін болса, жаңағы немесе метро келу керек болса, электричка дейді ғой, ол келеді сол уақытта. И сол уақытқа кәдімгі адамдардың телефондарында приложениелері бар, қазіргі таңда қай уақытта қайсы метроның келетін уақыты, соған дайындап өздерін барады, сол уақытта тұрады. Сол жаңағы мен бір қателік, өрескел қателігім ең бірінші жасаған Японияда, адамдардың бәрі қатарынан тұр, мен барып қарама-қарсы бетке тұрып алғам ғой. Сонда ана 3 минут метро тоқтап тұрған кезде, мына жақтан адамдар түсіп жатқан кезде, мына жақта адамдар отырып үлгеру керек та. Бір жақтан түседі, бір жақтан отырады. Сол кезде мен адамдар мына жақта түсіп жатқан адамдарға кедергі келтіріп тұрып алғам ғой. Ол жерде өзіңнің қоғамда өзіңді кедергі келтірмеу, адамдарға кедергі келтірмеу деген нәрсе өте қатты қалыптасқан. Сол үшін кезекке тұру деген нәрсе қатаң, енді қатаң деп айтпай ақ қояйын, өте қатты сақталады. Бірақ оларды қадағалап жатқан ешкім жоқ. Кез келген элементарный бір кофе алатын жерге барсаң да кезек тұрады ұзыннан ұзақ. Жазылмаған заңдылық, бір мәдениет дейсіз ғой, қалыптасқан. Керемет, бүгін сұхбат болғалы тұр сізбен. Байқауымша өте жақсы инсайттарды айтып бастадыңыз. Мен енді көрерменге де қызық болсын, арасында бір үзіп білес сауалдар қойып отырсам, қарсы емессіз бе? Жапон тіліндегі ең сүйікті сөзіңіз қандай? Ең сүйікті сөз ай деген сөз. Қандай мағына береді? Ай деген махаббат деген сөзді білдіреді. Оның сүйікті сөз болғанда иероглиф ұнайды оның маған. Иероглиф өте әдемі. Негізі қиын иероглиф, бірақ жазылғанда өте әдемі көрінеді. Сол сөз ұнайды маған. Жапонияда өткен бір жылыңыз ба, жоқ Қазақстанда өткен бір жыл ма? Қайсысын таңдар едіңіз? Енді Қазақстанды ауыстырамын деп айта алмаймын. Мен Қазақстан, Японияға барып 3 ай жүрген кезім болды, 6 ай жүрген кезім болды, бірақ бәрібір Қазақстанды сағынасың. Бірақ Жапонияда ыңғайлы. Адамға өмір сүруге барлық жағдай жасалған. Ыңғайлылық көп. Мысалы, жаңа айтып жатырмын ғой, бір жерге баратын болсаң, уақытыңды пайдаланасың, уақытқа жаңағы кестеге қарайсың, сол кесте бойынша барасың. Ол жерге барған кезде де мысалы кездесуді, бір адаммен кездесу жоспарланған болса, сол адам сені сол кездесуге 5 минут қалғанда немесе 1 минут қалғанда күтіп тұрады. Уақытыңды көп жұмсамайсың да, сол бәрі уақытпен байланыстырып қойған көп нәрсені. Сосын адамдардың мейірімділігі, кішіпейілдігі, мысалы үшін ең алғаш барғанда бір жолды сұрасаң, үлкен әже, мен есімде әлі сол 2006 жылы бір университеттің жатақханасына баруға адасып қалдым. Содан кейін сол әжеден жол сұрадым. Ол әже менімен бірге өзі велосипед, мен велосипед айдай алмаймын, мен жаяу жүрмін. Жолда кетіп бара жатып ол кісіден сұрадым. Мен ана электричкадан бір остановка ерте түсіп қалғанмын ғой, шатасып. Соны жаңа әже мені өзі велосипедін қолына жетектеп алып, мені сол неге дейін провожать етіп апарып тастады. Жолда сөйлесіп бара жатырмыз, мен Қазақстаннан келдім, Жапонияға бірінші рет келдім деп айтып жатырмын. Онда мен сізге көмектесуім керек. Олар қоғамға пайдалы болуға тырысады. Әрбір адам қоғамға пайдалы болуға тырысады. Соған кішкентай кезінен тәрбиеленген деп ойлаймын енді. Ал мынау ғалым болу сіздің бұл тағдырыңыз ба, жоқ әлде таңдау ма? Тағдырым шығар.
мен енді бұл шығыстану факультетіне түскенде жаңа айтып жатырмын ғой, бұл мамандыққа түскен кезде кім болам деп ойлайсың ғой, енді ол кезде білмейсің. Ол кезде қазіргідей компьютер жоқ, интернет жоқ, телефон деген мүлдем жоқ 98 жылдары. Біз Жапония деген сөзді тек қана кітаптан оқығанбыз, география сабағынан мысалы үшін. Сөйтіп қана оқығанбыз, Жапония дегенді білмейміз да көп ақпаратты. Сөйтіп шығыстану факультетіне келдім, Қытай тіліне түсем деп келдім. Мен Қытайды білеміз кішкене. Көрші ел. Көрші ел деп. Тем более ол кезде жаңағы тәуелсіздіктің бастапқы жылдары, өзім қызыл аттестатпен бітіргенмін мектепті. Соң Қытай тіліне түсем деп келген кезде Қытай тілінде бір орынға 30 адамнан тұрды. Содан кішкене жүрексіндім да жапон тілін таңдадым. Қателеспесем, ол кезеңде қандастар да елге келіп жатқан шағы ғой деймін. Тұңғыш қазақ тілінде 95 жылы ма екен, 93 жылы ма екен, көші-қон туралы заң жазылды. Қандастарымыз шетелден келе бастады, Қытай елінен, Моңғол елінен. Олар енді Қытай тілде жақын, бәлкім содан кейін болған шығар. Білмеймін, әйтеуір Қытайдың заттары көп болып кетті ғой сол кезде. Біз оқушы кезімізде жаңағы сағыздары келе бастады, неше түрлі Қытайдың заттары, киім-кешектері келе бастады. Содан кейін ба, білмеймін, Қытай тіліне барам деп ойладым. Ол жерде 8 тіл бар деп жаңағы шығыстану факультетін зерттеген кезде. Соң Қытай тіліне келіп кішкене жүрексіндім. Содан кейін бүйтіп қарасам, одан кейін Жапон тұр, Корей тұр. Сөйтіп соның ішінен жаңағы кітаптардан ғана зерттейсің ғой ол кезде. Ол қандай мемлекет екенін сол кезде. Содан кейін сол факультетке құжат өткізуге барғанда, сол кездегі қазіргі біздің шығыстану факультетінің профессоры Нұржамал Абдыразаққызы декан болатын. Ол кісі Жапония туралы түсіндіріп берді. Именно Жапония осы экономикалық тұрғыдан өте жедел дамып жатқан мемлекет екенін, күншығыс елі көп өнеркәсіптің, технологияның дамыған ел екенін, және ол жақпен мысалы болашақта біздің мына тәуелсіз еліміз көп қарым-қатынастар орнататынын айтып, сол кісінің енді нұсқаулығымен деп айтсам болады. Сол жапон тіліне тапсырдым. Өкінбедіңіз ба? Өкінген жоқпын. Сол ол кезде бізге түсіндірген, жаңа айтып жатыр едім ғой, сіздің сұрағыңыздан ауытқып кеттім. Бізге дипломат боласыңдар, аудармашы боласыңдар, сол Жапонияға барасыңдар. Ең бірінші мен түскен кезде сол ана Нұржамал Абдыразаққызының сипаттауымен ба, білмеймін, Жапонияға деген махаббат оянды да, Жапонияға бару үшін, Жапонияны барып көру үшін түстім. Содан кейін, бірақ біздің кезімізде оқушылар, студенттер көп. Ол кезде Жапонияға онша доступ жоқ. Қазір мысалы шығыстану факультетінде оқып жүрген студенттердің бәрі міндетті түрде Жапонияға барады бір жылға. Әртүрлі программалар бар. Ал біздің кезімізде ондай доступ жоқ. Мен бітіргеннен кейін, мұғалім болып орналасқаннан кейін, жаңа халықаралық жапон қорының арнайы осы жапон тілінен беретін мұғалімдерді дайындайтын грант бар. Сол грант бойынша сол халықаралық жапон қорына барып, Урава деген префектурада 6 ай тұрып, сол жақта сол тәжірибеден өттім. Сол ең бірінші рет Жапонияға мұғалім ретінде бардым, студент ретінде барған жоқ. Кайдзен. Бұл ұғым ғой, ол үздіксіз даму ғой. Кішкентай нәрсе. Негізі Жапонияда Мейзи дәуірінде Ивакура миссиясы деген бір миссия болған. Ол кезде өздерінің оқыған, білімді азаматтарын шетелдерге жіберіп, сол жақтардың бір үйреніп келген нәрсесін Жапонияға келіп, өздеріне бейімдеп пайдаланған. Соны Ивакура миссиясы деп атайды. Сол кезде, мысалы, кейін негізі қазір айтпайды, бірақ бұрынғы деректерде кайдзен негізі Америкадан шыққан. Бірақ американдықтардың өздері кайдзеннің Америкадан шыққанын білмейді деп сондай бір деректер айтады да, өйткені біртіндеп андай адымдап даму деген нәрсе. Үздіксіз даму. Адымдап даму дегенді сол Америкадан алып келген да, содан кейін соны кәдімгі жетілдірген ғой. Жапоншалап жетілдірген. Сол нәрсені уже мысалы қазір біз кейбір деректерде жазылады да, сол Америкадан шыққан кайдзенді негізі адымдап даму деген нәрсесін Жапония кайдзен жасап алған. Кайдзен деген ат қойған, біртіндеп даму. Кез келген салада кайдзен қолданылады. Кез келген салада. Өйткені бұл сөзді неге сұрап жатырмын, қазір жасөспірімдердің арасында трендке айналған кайдзен деген арнайы бағдарламалар бар, осы бойынша оқулар оқытылады деген секілді. Жалпы Жапонияда бұндай сөздер баршылық секілді. Мәселен, икигай мен жаңағы ваби-саби деген дүниелерді естуіміз бар. Осылардың бір қазақ ұғымына
кандай да бир жакындыгы бармы? Иә. Жаңа икигай деп атсыз ғой, өмірдің мәні. Икигай деген өмірдің мәні деп аударылады. Адам өмірдің мәнін тапқан кезде өзінің шынайы бақытты сезінеді дейді. Бізде мысалы үшін өмірдің мәнін таппай жүрмін деп қазақта айтамыз ғой, өмірдің мәнін тапқан адам деп айтамыз, кемел адам дейміз. Иә. Иә. Сол икигай деген сол кемел адам дегенмен үйлестіруге болады да. Өмірдің мәнін тапқан, кемелденген адам. Ол барлық жағынан толық адам дегенді. Абайдың ілімі ғой Иә, енді қазіргі иә. таңдағы. Соған келеді. Ал енді жаңағы ваби саби деген ол табиғатпен үйлесімді. Табиғатпен қарапайым нәрседен жақсы нәрсе көре білу. Сосын мына адам мен табиғаттың үйлесімділігін ва деген ұғым бар. Сол ваби содан шыққан. Ва деген ұғым сол адам мен табиғаттың үйлесімділігі. Кез келген нәрседен үйлесім таба білу. Мысалы үшін жаңағы қарапайым ағаштан түсіп келе жатқан жапырақтан әдемілік көру. Жаңағы шай ішу рәсімінде бар. Шеті мынандай кішкентай трещина берді деп айтамыз ғой, кішкене сынып қалған кесені алтын жалатып әдемілеу. Мысалы кез келген қарапайым нәрседен әдемі нәрсе жасай білу да, үйлесімділік. Табиғат пен адамның үйлесімді. Бізде де енді біз көшпенді халық табиғатпен үйлесіп өмір сүрдік қой, мысалы үшін негізгі қорек мал шаруашылығы болғандықтан сол малдың ыңғайына қарай көктеу, жазда, жайлау деп сол жаққа көшіп өмір сүрген кезде, енді сол кезде табиғатпен үйлесіп өмір сүрген деп ойлаймын енді. Ал Жапонияда ол үйлесімділік, табиғаттан әдемілік көру, ол ең бірінші нәрсе. Әлі күнге дейін сол ұғымды, ұстанымды өмір сүріп келе жатыр Жапонияда. Икигайды ұстанады, иә. Жапонияда мысалы өте көп сұрақ, мен осы икигайды зерттеген кезде өмірдің мәні не деп сұрайды екен, мысалы біреу балам деп жауап береді ғой. Менің өмірімнің мәні балам дейді да. Сонда балаңыз, мысалы, сіздің балаңыз отбасын құрады да, басқа отбасы болып кетеді. Сол кезде балаңыз бөлек кеткенде сіз сонда өмір сүрмейсіз ба деген сондай. Сөйтіп сұрақ арқылы адамға өмірдің мәнін үйретеді. Өмірдің мәнінде енді жапондықтар сол қоғамға өздерін қажет деп сезіну. Өзінің қоғамға жаңағы керексіз, мысалы қоғамға кедергі келтірмеу, мысалы қоғамдық көліктер деп айтып жатырмыз ғой жаңа. Қоғамдық көліктерде телефонның дауысы басылып тұру керек. Ол соған дейін де ол қалыптасқан, иә? Қазіргі күнге дейін де қалыптасқан. Ол мен барған кезде ол жерде кәдімгі нелерде, метроның ішінде, автобустардың ішінде жазылып тұрады. Телефон дауысын басып қойыңыздар. Сосын жан-жағындағы адамдарға кедергі келтірмес үшін жаңағы телефонмен сөйлескен кезде дауыстарыңызды қатты шығармай сөйлеңіздер деген сияқты. Мен енді біреулердің айғайласып телефонмен сөйлесіп жатқанын ондайды естімеппін Жапонияда. Мысалы біздің елімізде енді өкінішке орай ережелер жазылып тұрады, жаңағыдай қатты сөйлемеңіздер деген сияқты. Бірақ олар орындалмай жатады ғой. Бірақ ол жақта бір нәрсе ереже жазылды ма, оны міндетті түрде барлық халық орындайды. Сол нәрсе енді соған қалыптасқан халыққа. Бұл жауапкершілік пен тәртіптің құпиясы неде? Бізде де мәселен жазылып тұрған жерге барып сол болмайды деген дүниені істейтіндер бар ғой енді елімізде. Енді жауапкершілік пен тәртіптің құпиясы тәрбиеде деп ойлаймын. Өйткені кішкентай кезінен балаларға кішкентай кезінен сол тәрбиені, қоғамға қажет болуды, қоғамға кедергі келтірмеуді, анандай ысырап жасамауды. Бізде қазақтардың жаңағы ысырапшыл деген сөзі бар ғой. Сол муда деп айтады Жапонияда, муда ни шинайды деп, кудасай деп айтады. Сол ысырапшылдық деген нәрсеге өте қатты мән береді. Соның әсерінен жаңағы қоқыстарды тастағанда бөліп тастайды. Мысалы мынандай жанатын қоқыс болса бөлек тастайды, бөтелкелер болса бөлек тастайды, пакеттер болса бөлек тастайды, тамақ қалдықтарын бөлек тастайды деген. Сондай нәрсені кішкентай кезінен балаларға үйреткен. Отбасынан қалыптасқан. 3 жасынан бастап балаларды еңбекпен тәрбиелейді. Торо Хироши деген жапондық ғалым бар. Сол кісінің зерттеуінше 3 жаспен 12 жасқа дейін балаларды еңбекпен ғана тәрбиелеу керек. Сол кішкентай кезінен еңбекпен тәрбиеленген балалар жауапкершілігі жоғары, өз-өзіне сенімді азамат болып өседі деген жаңағы тұжырымдамасы бар. Оған бірнеше мысалдары келтірген өзінің жаңағы ғылыми жұмысында.
бұл енді яғни кішкентай кезінен сол нәрселерді әдет қалыптастырады дейсіз қалыптастыру ғой. кішкентай Сол кезінен. бара бара мәдениетке айналады. Жақсы, Токио ма, Алматы ма? Токио деп айтатын шығармын, өмір сүруге ма? Жалпы өзіңіздің Енді ыңғайлылық жағынан Токио. Токио. Мгм. Сағыныш, туған жерге деген құрмет жағынан Алматы. Иә. Жапондардың ең басты құндылығын бір сөзбен қалай айтар едіңіз? Басты құндылық сол жауапкершілік. Жауапкершілік. Сіз үшін ең қиын болған жапон дәстүрі? Сол уақыт. Біз енді қазақпыз ғой. Қанымызға сіңген қасиет, кешігіп бару. Сондай нәрселерден мен өте жаңағы опық жегем деп айтайын ба. Мысалы үшін кездесуге шақырады сағат 2-де. Әйтеуір білмеймін, қазақпыз, кешігіп барып қаласың. Ол кезде уже профессор сені күтіп отырмайды. Немесе кәдімгідей қатаң ескерту жасайды. Бүгінгі хабардан кейін осыны көрген неше адам болса, соның барлығы уақытқа деген жауапкершілігін сезінетін секілді. Өйткені басталғаннан бері уақыттың құндылығы туралы әңгіме айтып жатырмыз. Сакура ма, қызғалдақ па? Сакура шығар. Енді қызғалдақта, сакурада бір мезетте, бір өзінің сезоны бар ғой, бір мезетте гүлдейді да, бір мезетте. Енді екеуін салыстыруға келмейді, өйткені қызғалдақ ол алқапта өседі, жайқалып өседі. ал сакура ол ағашта. Екеуі екі түрлі. Жапонияда осы сакураның мезгілінде жер жиһаннан ағылады. Иә. Яғни бұл туризмнің негізгі бір көзіне айналды десек те әбден болады. Жалпы осы сакураның кезінде сіз Жапонияда болдыңыз ба? Иә, болдым. Қалай өтеді? Бұл қандай мәдениет? Ол жапондықтар үшін ол мереке. Жапонияда жаңағы сакураның гүлдеуін алдын ала әр жыл сайын жаңағы болжап, мынандай кезде бірінші сакура гүлдейді, мынандай кезде соңғы сакураның гүлі түседі, одан кейін мынандай уақытта именно гүлдеудің пик дейміз ғой, барлық ағаштарда гүлдеп тұрған кез. Сосын мен өзім Токиодағы император дворец бар, императорский дворец. Соның қасында алаң бар. Сол жерге барып көргенмін сакураның гүлдеуін. Ол кезде кәдімгі халық, сол Токио тұрғындары бала шағасын ертіп сенбі жексенбі ол жерге аяқ алып жүре алмайсың. Адамдар өздерінің жаңа кішкентай көрпешелерін апарып, бала шағасымен барып сол ағаштың түбінде пикник жасап, оларда именно ханами деген тура аударғанда гүлді көру. Ол кәдімгі дәстүр. Ол сол кішкентай кезінен сондай дәстүрмен баланы тәрбиелегеннен кейін кішкентай кезінен сакураға деген сағыныш балаларда. Сакураның гүлдеу периодын, сол сезонын күту. Біздің наурыз той секілді ғой енді. Иә. Әдеттегі кезден туристер ағыны ол кезде көп болады. Иә, өте көп болады. Өйткені енді былай қарасаң, мен бір туристермен бірге барып, осы 2 жыл бұрын ба, сакура деген сонда қандай ағаш деп сұрап жатыр ғой, мен айтам, кәдімгі шие ағашының гүлдеуі. Ой, ол бізде де бар ғой, оған не үшін барады адамдар деген сондай әңгіме естідім да. Енді иә, ол бізде де бар, бірақ ол жақтағы сакура ағашы түйін тастамай жеміс бермейді. Ол шие ағашы деп айтылады, бірақ ол жеміс бермейді. Біз жақта да жаңағы шие ағашы гүлдейді, өріктерінің де гүлдеу кезеңі болады ғой. Былай мен жаңа сіз айтып жатсыз ғой, Жапонияда не үйрендің деп. Мысалы үшін бұрынғы кездері мен өзім ауылда өстім ғой, алма ағаштары гүлдеп жатады, өрік ағаштары гүлдеп жатады, қарайсың, өтіп кетесің. Ал қазір уже сол сакураны көріп келгеннен кейін, сакураны көруден ләззат алуды жапондықтардан көргеннен кейін, естігеннен кейін мен уже қазір көлік айдап кетіп бара жатсам, мысалы Алматыда бір ағаштың бүршу жарғаны, немесе бір ағаштың гүлдеп тұрғанына мен тамсана қараймын. Содан былайша айтқанда ләззат аламын десем болады. Осы жерден сәл кідіріс жасайық. Біздің тұрақты рубрикамыз бар. Сана трансформациясы деп аталады. Бәлкім бұл жерде сіз Жапонияға дейінгі және кейінгі көзқарасыңызды, немесе бәлкім соңғы 10 жылда өзгерген көзқарастарыңыз жайлы айтарсыз. Бұрын және кейін деп жауап берсеңіз, тәртіп пен еркіндік дегенге бұрын қалай қарадыңыз, қазір қалай? Енді тәртіп деген біздің қазаққа да жат нәрсе емес қой. Ол тәртіп деген, тәрбие деген нәрсе біздің қазақтың өзі қанымызға сіңген қасиет. Сол үшін енді ол жақтан жаңа уақыттың құндылығы, адамдарды құрметтеу, адамдарға кедергі келтірмеу дегеннен нәрсе енді қаттырақ дамыған дегенмен де тәрбие бізде де бар. Сондықтан бір ерекше нәрсе деп айтпай ақ қояйын.
бірдей, бұрын қандай болса Ал қазір де сондай. еңбекке дегеніміз бұрын Еңбекке қалай деген ойладыңыз? құрмет, біз енді жапондықтар, бізде айттым ғой бағана, бір әңгіме арасында айттым, бізде жапондықтар көп жұмыс істеді шығыстану факультетінде. Сол кісілерден біз көп нәрсені үйрендік. Мысалы үшін жұмыс барысында, мысалы сен жұмыс істеп отырсаң, ол жапондық кетпейді. Бірге жұмыс істеп, бірге аяқтап кету керек. Сол мысалы бір жұмысты жасап жатсаң, сол нәрсені аяғына жеткізіп бірге кету керек. Коллективный дух дейді, корпоративный дух дейді. Сондай нәрсе қатты қалыптасқан. Одан кейін жұмысқа деген жауапкершілік. Жапонияда неге мысалы үшін көп нәрсе жақсы дамиды? Кез келген компания болсын, өнеркәсіп болсын, Жапонияда неге мықты дамып жатыр? Өйткені ол жақта сол тәртіп пен жауапкершілік. Сол нәрсеге, кез келген нәрсеге жауапкершілікпен қарайды. Жапонияда андай, даже сарариман деп айтады, кайшайын деп айтады, компанияларда істейтін кісілер. Сол берілген тапсырманы аяқтамайынша үйлеріне қайтпайды. Оларда бір тапсырма берілсе, ол арнайы бір уақытпен беріледі. Мысалы, бере салдың, ұмытып кеттің емес, сол бір 3 күнге берілген уақыт болса, сол 3 күннің ішінде ол орындалу керек. Ал егер орындалмай қалса, ол кісі қалып зенкин дейді, сверхурочная работа. Ары қарай жұмысын жалғастырып отырады. Енді жұмысқа деген жауапкершілікті мен жапондардан былайша айтқанда әлі де үйреніп жатырмыз, көріп жатырмыз сол кісілерден дегеннің өзінде де бізде бәрібір жетпейді ондай нәрсе. Ал білім беру жүйесінде? Білім беру жүйесінде енді сол тәрбие басты орында. Білімнен бірінші тұрады. Білімнен бірінші тұрады. Бізде де Әл-Фараби бабамыз айтып кеткен ғой, тәрбиесіз берген білім адамзаттың хас жауы. Ол жақта да жаңағы бірінші орында білім тұрады. Білімнен бұрын тәрбие тұрады. Бірінші баланы тәрбиелейді, еңбекпен тәрбиелейді. Жаңа айттым ғой, 3 жастан бастап балаларға еңбекті, өзінің отырған жерін тазалау, өзінің затына оқыппен қарау, өзінің заттарын жинастыру деген сияқты нәрселерді балаларға 3 жастан бастап, балабақшадан бастап қалыптастырады. Біз жаңа Әл-Фарабидің сөзін мысалға келтіріп жатсыз ғой, десе де біздің қазіргі Қазақстандағы баллонды білім беру жүйесінде тәрбие деген тарифі де жоқ, тек білім. Бізде енді сондай, мен өзім докторантурада оқып жүрген кезімде Васайда университетінде 6 айлық тағылымдамадан өттім. Сол кезде Намики Гакко деген мектепте былайша айтқанда стажер болып жүрдім. Тәрбиеші дейміз ғой, тәрбиеші болып жүрдім. Сол кезде мен балалардың тәрбиесіне өте қатты таңғалдым да. Бізде мүлдем жоқ нәрсе. Мысалы, кіргеннен аяқ киімдерін шешіп кіреді. Аяқ киімдеріне жаңағы шкафын қоярдан бұрын шкафтың жаңағы ішінде өздерінің әрқайсысының өзінің тряпкалары тұрады. Соны сүртіп қояды орнына. Содан сыныпқа барғанда да әркім өзінің тұрған заттарын алып алдына қояды. Партасы кішкене болғанса, жан-жағында мусорлар шашылса, өздері жинайды. Жапонияның мектептерінде еден жуатын апайлар жоқ, тазалаушы апайлар жоқ, балалар өздері тазалайды. Сондай нәрселерге мен өте таңғалғам. Тем более ол кезде бастауыш мектебінде болдым. Кішкентай балалар, мысалы, краскамен бірдеңені пайдаланады, суретін салып болғаннан кейін барып раковинаға барып краскасын өздері жуады. И олардың қасында сен былай істе, сурет салғаннан кейін краскаңды барып жуу деп ешкім басқарып жүрген жоқ. Балалар солай қалыптасқан. Сол енді жүйе ғой кәдімгі, бір жағы мемлекеттік жүйе соған көмектеседі, бір жағынан жылдар бойы, ғасырлар бойы қалыптасқан нәрсе. Дүние. Ол жерде сол мемлекет, сол жаңа Намики мектебінің өзінің ұраны тәрбие басты орында. Сосын білімді тәрбие, былайша айтқанда, енді жапонша сөзді былай сөзбе-сөз аударған кезде тәрбие жоқ жерде білім жоқ деген сөз тұрады, ұран. Сол мектептің ұраны. Түсінікті, тамаша. Ал кітап па, саяхат па? Саяхат. Енді мен саяхаттағанды жақсы көрем. Кітап оқығанды да жақсы көрем. Бірақ саяхаттаған мен енді көзбен көрген нәрсені көбірек есімде сақтаймын. Оқыған нәрседен қарағанда. Мысалы, мен бір нәрсені оқысам, мен зерттеу жұмысымда, өзім диссертация жазған кездерімде, мысалы, оқып отырған нәрселерімді, керек жерлерін түртіп отырмасам, кейбір адамдар болады да, оқиды да, соны есінде сақтап алады. Мен енді минус жағым деп айтайын өзімнің. Былай өзіме керек жерлерін бірден түртіп отырамын. Оны түртіп отырмасам, ұмытып қалам. Ал көрген нәрсемді ұмытпаймын. Практика дейді ғой, практикаға көбірек
берілген сияқты. Қазақстанның бір аллаға шүкір деп айтатын тұсы деп айтсам болатын шығар. Шет мемлекеттермен сыртқы саясатта өте жақсы өзінің орны бар, визасыз біршама қарттар елдерге бара береді. Соның арқасында болса керек, қазір қазақстандықтардың дені осы саяхаттауға Иә. көңіл бөліп жатыр. Оның ішінде ең сұранысқа елдер қатарында білуімше Жапония бар, иә. Мгм. Барлығы осы сакураның гүлдегенін көргісі келеді, ол жақтағы мәдениетті, технологияның, ғылымның қалай дамып жатқанын деген секілді. Сіз өзіңіз де сол жапон танушы болғаннан кейін ол елмен байланысыңыз бар. Бүгінгі хабарды көргеннен кейін жаңағы сізбен барғысы келетіндер де бар шығар. Өзіңіз де адамдарды ертіп алып баратын секілдісіз, иә? Иә, мен былтырғы жылы, енді алдыңғы жылдарды айтпай ақ қояйын, былтырғы жылы осы Қазақстандағы жекеменшік ұйымдарының басшыларының негізін қалаушылары бар, директорлары бар 22 адамды сол Жапонияға, Токио, Осака қалаларында болдық. Сол жаққа алып бардым. Ол жердегі барудағы мақсат сол Жапонияның білім жүйесін көру. Бізде енді менің өзімде осы Қазақстанда қазақ-жапон мектебім бар. Қазақ-жапон мектебін ашқанмын. Сол қазақ-жапон мектебіндегі білім жүйесіне қызыққан сол директорлар, құрылтайшыларды сол Жапонияның мектебіне апардым. Сол біздің мектептің партнерлары. Жапониядағы жаңағы мен өзім болған Намики мектебіне бардық, Тенмоджи мектебі бар, Шибахама мектебі бар, сосын әлемге әйгілі Фуджи балабақшасы бар. Соларға бардық. Сол жақтағы білім жүйесін, балалардың тәрбиесін көріп, біздің елімізге пайдалану мақсатында талай құрылтайшылар, мектеп директорлары барып танысып келді. Дәл осы ретте мен көрермендерге бір үндеу айтқым келіп тұр. Осы эфирді көріп отырған, Жапонияға барғың келеді, Жапонияны көргің келеді, олардың мәдениетін, технологиясымен танысқың келеді дейтін азаматтар болса, міне Шынар ханымның арнайы өзінің турлар ұйымдастырып отырады. Жеке парақшасын көрсетейік, тіркеліп алыңыздар, тікелей хабарласып сұраңыздар. Тіпті деп айтып отырмын, сіз оқуға түсуге де көмектесесіз, иә, Жапонияға. Мектепті жаңадан бітіріп жатқан, немесе бакалаврды бітіріп магистратураға түскісі келіп жүрген азаматтар болатын болса, ол кісілерде тікелей сізге хабарласа берсе болады, иә. Жапонияда білім жүйесі әлемдік топ білім жүйесінің қатарында ғой, қателеспесем. Енді ол жерде PISA деген не бар ғой, рейтинг деп айтамыз, иә. Сол PISA рейтингі бойынша Жапония топ 3-ке кіреді. Енді ол топ ең алғашқылардың қатарында мысалы Сингапур бар, Филиппиндік бар жүйе бар. Бірақ та біздің мына баллондық жүйе, жаңа сіз айтып жатқан баллондық жүйе бойынша мысалы үшін озаттар бар, үздіктер, одан кейін орташа ударник дейміз ғой, жақсы оқитындар бар, одан кейін қанағаттанарлық. Енді 3-ке оқитын балалар бар. Сол жерде мысалы үшін көбінесе озаттарды дамытады да, жаңағы PISA-ның рейтингі бойынша Сингапур, Филиппиндік жүйе, қазір біздің баллондық жүйе, ол озаттарды ғана ары қарай дамытады. Ал Жапонияда озат деген нәрсе немесе мынандай ең жоғарғы деңгей мен төменгі деңгей деген нәрсе жоқ. Біркелкі қоғам, және мына озаттар мысалы үшін балалар жақсы оқып кеткен озаттар болса, оларға қоя тұрып, мына үлгере алмай жатқан балаларға көбірек көңіл бөледі. Сонда мына үлгере алмай жатқан балалар мына озат балалардың деңгейіне көтеруге тырысу керек. Оларға қосымша жаңағы тапсырмалар көп беріледі. Жаңағы озат балаларға арнайы бір демалыс уақытын беру мүмкін сол уақытта деген сияқты. Ол жақта бірдей деңгейде даму керек. Сонда енді бүйтіп қарасаңыз, жаңағы PISA-ның деңгейі бойынша егер тек қана озаттарды тәрбиелейтін мемлекет болғымыз келсе, онда сол басқа елдердің жүйесіне сүйенсек болады. Соның біз қазір зардабын шегіп жатырмыз ғой, озат оқушылардың барлығын іріктеп мықты мектептерге барды. Одан кейін болашақ бағдарламасымен шет мемлекеттерде оқыды, қайтпай қалғаны қаншама деген дүниелер айтылып жатыр әзірге дейін. Соның зардабын шегіп жатырмыз. Жапонияда жұмысшы күші жетіспейді. Өйткені үлкен адамдардың пропорциясы, жас адамдармен пропорциясы теңеспейді. Мысалы, жұмысшы күші неліктен жетіспейді? Өйткені кәрілердің саны көп Жапонияда. Қазір Жапониядағы қоғамның
дерті деп айтсақ болады. Өйткені жұмысшы демография ғой бұл Иә, жерде. демографиялық жағдай бойынша үлкен адамдар көп, олардың орташа өмір сүру ұзақтығы 80 жас деп айтатын болсақ, 100-ден асып кеткен кісілер көп. Өте картайып кеткен кісілердің көптігінен олар жұмысқа жарамайды. Ал жұмысқа жарайтын топ аз. Былайша айтқанда жастар аз. Сондықтан да сондай проблема болып жатыр. Сондықтан олар сол роботтарды, адамды былайша айтқанда алмастыратын техникаларды көп ұйымдастырып жатыр, көп жасап жатыр. Сол одан кейін жаңағы сол роботтардың дамуы, одан кейін жаңағы көліктердің дамуы, жаңа айттық қой, қоғамдық көліктер мысалы үшін 4-ші этаждың ортасында, 6-шы этаждың ортасында кетіп бара жатады мысалы үшін. Жаңағы нелер метро деп айтпай ақ қояйын, енді электричка деп айтады ғой. ЛРТ дейік та, ЛРТ, біздің иә. қазақ еліне түсінікті болу үшін. Сол ЛРТ-лар кәдімгі бір қарасаң 6-шы этаждың ортасынан өтіп бара жатады, үйдің ортасынан деген сияқты. Сондай енді дамуын айтайық. Бірақ та енді біздің шығыстану факультетіне келеді ғой студенттер. Иә. Солар біздің мына Каспиға өте таңғалады. Өйткені қазір Каспий алақан деген шықты. Просто QR-мен бүйтіп ақша төлей салу, сондай нәрсеге олар өте таңғалады. Жапонияда картамен төлейді, немесе қолма-қол төлейді. Қолма-қол төлем әлі де бар, иә, қанша дамып кетті дегенменен. Иә. Сол жапондықтар өте қатты таңғалады осы біздің Каспий QR-ға. Біз бір ғана Каспий банк қана емес қой бұл жерде, өзге банктерде қазір осы жүйеге көшті. Біз бала кезден естіп өстік қой, алаш зиялыларының Жапониядан үйреніңдер, олардың мәдениеті болсын, өмір сүру салты болсын, бізге келіңкірейді. Тіпті бір деректерде айтады, осында қан құрамы да ұқсас деп айтады. Қазақ пен жапонның өте жақын дейді. Сол қаншалықты рас? Енді мен зерттеу жұмысымда бұндай нәрселерді көп қарастырған. Мен жаңағы докторлық диссертациям тақырыбы сол қазақтар мен жапондардың ғұрыптық мәдениетіндегі ұқсастықтар мен ерекшеліктер. Сіздің айтып отырған нәрселердің бәрі ол болжам ғана, бірақ ғылыми тұрғыдан әлі расталған жоқ. Бірақ та мен сол Жапонияда болған кезімде Осака этнографиялық музейінде болдым. Сол кезде Жапонияның ежелгі тұрғындары айналар деген айны халықтар бар. Сол айны халықтарының тұрмыс тіршілігін бейнелейтін көріністі көрдім. Ол жерде кәдімгі біздің қазақтың жер ошағы, біздің қазақтың келісі мен келсабы, кәдімгі келсабы, мына тас диірмен, сосын баланы бөлейтін бесік, сосын мынандай аспа төсек дейміз ғой, бүйтіп жауып қоюшы еді ғой, шымылдық қып. Сондай нәрселердің бәрін мен сол айналардың өмірін. Мен анаған қарап тұрдым да, мен басында ойладым, бір қазақтың, өйткені бір бұрышы бар, именно СНГ елдерінің мәдениетін көрсеткен. Оны өтіп кеткенбіз біз. Қазақтың жаңағы киіз үйі тұрды, сол қазіргі таңдағы современный киіз үй дейміз ғой, сондай бәрін әдемілеп жасап қойған. Сол жерден өтіп кеттім, бірақ мен ананы көрген кезде қазақтың ежелгі кездегі дәстүрінде сипаттап қойған екен деп бүйтіп қарасам, жазбасында кәдімгі айнылардың, ерте кездегі айны халықтарының тұрмыс тіршілігі тұр. Ол жерден мен кәдімгі өзіміздің қазақтың тұрмыс тіршілігінің бейнесін көрдім, көрінісін. Басты ұқсастық осы жерде дейсіз, бұны еңбегіңізге қостыңыз ғой? Иә, қостым. Одан кейін жаңағы үлкенге құрмет, кішіге ізет деген қағидалар бар. Жапондықтар джоге, канкей деп айтады. Үлкендіктер, мысалы, біз университетте де соны қолданамыз. Үлкен сыныптарды, үлкен курстарды сэмпай деп айтады студенттер, кіші сыныптарды кохай деп айтады. Кіші сыныптар немесе кіші студенттер үлкендерді құрметтеу керек. Ал үлкен сыныптар кішілерге ізетпен қарау керек және оларға көмектесу керек деген. Ол енді үлкенге құрмет, кішіге ізет қағидалары біздің қазақта қалыптасқан нәрсе ерте кездегі. Сосын Жапонияда ар намыс нәрсеге жаңағы өте қатты беріледі. Жаңа сіз сұраған ваби, сабиді айтты сұрадыңыз ғой. Сол нәрсе көбінесе осы ар намыс кодекстеріне ұят болу. Бізде де ұят өлімнен күшті деген сөз бар ғой, мысалы қазақта. Ол жақтарда ұят деген нәрсе болмайды. Бағанадан бері мен айтып жатқан қоғамға кедергі келтірмеу. Ол сенің қасыңдағы адамға кедергі келтіру арқылы сен ұят, өзіңнің жаңағы тәртіпсіздігіңді көрсетесің деген сияқты нәрселермен ұят деген нәрсе өте жоғарғы орында қойылады. Біздің қазақта да ар намыс кодекстері өте жақсы ерте кезде қалыптасқан ғой. Мысалы өлімнен ұят күшті деп айтады. Өлімнен ұят күшті сондай деген нәрсе сөз. бар. Одан кейін мысалы аяқ киім шешіп кіру мәдениеті, иіліп сәлем беру,
Мысалы үшін міндетті түрде иіліп сәлем береді мысалы жапондықтар, ол құрметтің белгісі. Біз жақта да бар ғой иіліп сәлем береді, келіндер сәлемі деп айтатын болса, ол құрметтің белгісі. Сосын отбасылы мына жаңағы дөңгелеп ертегі кездегі жерде татами деп айтады, бізде жер үстелде отырған ғой дөңгеленіп. Сол сияқты оларда жерде отырып тамақ ішу, жерде жату деген нәрселер, ұқсастықтар енді өте көп мәдени жағынан. Ал бірақ жаңа сіз айтқан қандық құрамы, генетикалық тұрғыдан ұқсастықтар дегенді көп адамдар гипотеза жасайды, болжау жасайды, бірақ ол нақтыланбаған әлі, ғылыми түрде дәлелденбеген нәрсе. Бірақ енді бет бейнесі ұқсас. Енді ол кездегі мысалы Алтай, даже тілдік құрамды айтатын болсақ, мысалы біз ағылшын тілін оқимыз, орыс тілін оқимыз, біздің жапон тілі мен қазақ тілінің құрамы өте бірдей. Мысалы үшін мен қазақ тілді студенттерге сабақ берген, маған өте оңай, өйткені егер сен сол сөзді білетін болсаң, қатар-қатар қойып айта бересің. Мысалы үшін мен ертең сағат 3-те университетке барамын болса, мен деген ваташи, ертең ашта 3-те санжини дайгакуэ университетке барамын. Сөздің құрамы өзгермейді, бастауыш басында. Жапонша айтып беріңізші сол сөзді. Ваташи ва ашта санжини дайгакуэ икимас. Сол кәдімгі сөйлем құрылымы өзгермейді. Тура егер сіз сол сөздерді білсеңіз, қойып айта бересіз. Мен студенттерге сабақ бергенде айтам, қазақша ойлады, сол сөздердің жапоншасын айта сал болды деп айтам. А орыс тілді балаларға сабақ бергенде уже өзгеріп кетеді. Құрылымы өзгеріп кеткен кезде кішкене студенттерге де қиын болады, түсіндіргенге де қиын болады. Сол бұл да мысалы үшін алтай тілдік топтарға жатады деп не қылғанымен де енді бәрібір менде жаңағы сіз айтқандай генетикалық тұрғыдан бір ұқсастық бар деп айтам да, енді ойлаймын. Жаңағы айналардың тұрмыс тіршілігі бар, жаңағы адамгершілік құндылықтарда ұқсастықтар бар, жаңағы тілдік құрылымның ұқсастығы бар. Солардың бәрі енді бекер емес қой ол. Бірақ оның ғылыми тұрғыда дәлелі жоқ. Түсінікті. Жалпы өмірлік миссияңыз қандай, енді сұхбатты бір осы сауалмен түйіндесек? Жапон танушымын деп жаңағы зерттеуші, магистратураны оқыдым, докторантураны оқыдым, бірақ мен қазіргі таңда осы былтырғы жылдан бері сол өзім өмірлік миссиямды тапқандай болып жүрмін. Өйткені мен қазақ-жапон мектебін аштым деп айттым ғой. Сол кезде мен Жапонияда көріп келген нәрсемді мен жаңағы Намики мектебінде болған кезде неге біздің Қазақстанда осындай мектеп жоқ деген ой келді маған. Неге біздің қазақтың балалары бұлай тәрбиеленбейді деген. Бұлай енді зерттеп келген кезде ұлттық педагогика біздің атам заманда ұлттық педагогика, жаңағы Абайды айтып жатырмыз. Тәрбиесіз берген білім адамзаттың қашы, жаңағы Әл-Фарабиді айтып жатырмыз. Абайдың 38-ші қара сөзінде де жазылған, тәрбиесіз берген білім адамға қауіп төндіреді, апат әкеледі деген жолдар бар. Яғни ол білімді басқа бір қару ретінде пайдалану мүмкін деген сияқты. Ал тәрбие бар жерде көбінесе енді адамгершілік құндылықтар басым тұрады. Сондай миссиямен, сондай дәстүрмен бір мектеп іздедім. Мен өзімнің қызыма іздедім. Мен Жапонияға барып келіп, докторский қорғағаннан кейін осы 2 жыл бұрын қызымды мектепке бергім келді. 1-ші классқа баратын болды қызым. Мен жаңа Жапониядағы мектепті көріп келгеннен кейін мен осы жақтағы жекеменшік мектептерді іздей бастадым. Жаңағы сіз айтқандай баллондық жүйеге негізделген аттарын енді атап айтпай ақ қояйын, мықты мектептерді қызымды жетектеп барып таныстым. Ол жақтағы басты нәрсе лидерлікке, баланы лидерлікке тәрбиелеу. Жаңағы баллон жүйесі көбірек есептелінеді, баланың жаңағы потенциалын көбірек ашу, сондай нәрсе. Бірақ жаңағы тәрбиелік нәрсені көп байқамадым түсіндіргендерінен. Содан кейін именно қазақ-жапон мектебін өзім ашсам деген шешіммен өзімнің қызымды оқытатын мектеп ретінде бастап, қазір сол қазақ-жапон мектебінің негізін қалап, сол мектептің жұмыс істегеніне 1,5 жыл болып қалды. Қадірлі көрермен, сіздердің де мектеп жасындағы бастауыш сынып қой, қателеспесем. Бастауыш сыныпта оқитын ұл қыздарыңыз болса, немесе биыл мектепке барғалы жатсаңыздар, онда дәл осы төменде көрсетілген Шынар ханымның байланыс нөміріне, әлеуметтік желідегі парақшаларына хабарласып толық ақпарат ала аласыздар. Қазір енді жаңа миссияны сұрап жатсыз ғой, менің миссиям сол
Мгм. Соның нәтижесінде енді біз жаңа қазақ жапон мектебі ол тек қана балаларға тәрбие мен білім беретін орта емес, осы Жапония мен Қазақстан арасындағы бір алтын көпір болса деген ниетім бар. Сондай ой, сондай миссия. Миссияңыз, арманыңыз, мақсатыңыз орындала берсін. Рахмет. Аман болыңыз.